бөліну. Әлі отырсың ба? Балаға кім қарайды? Ол өзі ойнап жатыр. Сен әкесің. Сен де бірдеңе жасауың керек. Мен қазірдің өзінде ақша табамын, тағы не қалайсың? Мен онлайн режимінде жұмыс істейін. Ал сен үйдің жұмысын істейтін боласың. Неліктен әйелі мұндай мінез-құлыққа ие? Шырмалушылықты сезіну мазасыздық сезіммен қатар жүреді. Бейнелермен қатар ол күйеуінің өз өмір сүріп жатқанын, мүмкін басқа әйелдермен қарым-қатынас жасайтынын, теледидарда уақыт өткізетінін және баламен айналыспайтынын көреді. Ата-аналардың баладан бөліну себебі бұл олардың санасы болмаған кезде сезім мен сезінуді жеңе алмау қабілетсіздігінен болады. Экологиялық мінез-құлықтың мысалы. Әйелі өз сезуін және өткен тәжірибе негізінде жасалған сезімдер мен бейнелерін нақты түсінеді. Мұндай ішкі реакцияларға саналық көзқарастың нәтижесі шынайы жасалынбаған жағдайды көру мүмкіндігі болып табылады. Күйеуі диалог құрау барысындағы өз сезінуі мен сезімдерін түсінеді. Бұл оған шынайы жағдайды көруге мүмкіндік береді. Менімен не болды? Сіз не сезінесіз? Мен ештеңе сезбеймін. Ештеңе. Мен өзімді жаман сезінемін. Қалай сонда? Қатты, жаншылған, бұралмалы, тағы кернеу. Бұл не? Сезім. Ал енді не сезінесіз? Мазасыздық. Сіз қандай бейнені көргіңіз келмейді? Мен жұмыссыз, ешкімге қажет емес. Әйелім менен кетті.